Мың өліп, мың тірілген қазақ халқы 20 ғасырда аумалы төкпелі қиын қыстау кезеңдерді бастан өткерді. 1917 жылы болған Қазан саяси революциясы мен одан кейінгі азамат соғысы ұлтымыздың дәстүрлі өмір салтының күйреуі, сондай-ақ кеңес билігі жүргізген ауыл шаруашылығын жедел ұжымдастыру науқаны және оған ілесе келген жаппай ашаршылық пен зорлық-зомбылық елдің эволюциялық дамуын күрт үзді. Осы оқиғаларда миллиондаған адамдар тоталитарлық жүйенің диірменіне түсіп, өзгеше ойлаған үшін күнәсіз сотталып, туған жерлерінен аяусыз айдалып, ГУЛАГ түрмелерінде жазықсыз көз жұмды. Ақиқатқа жүгінсек, аштықтың төркінінде большевиктер партиясының көсемі Лениннің және оның партиялас серіктерінің іздері сайрап жатыр. Сөзіміз дәлелді болу үшін ұлы көсемнің көзі тірісіндегі зобалаңға бір сәт көз жүгіртіп өтейік. Мұхамеджан Тынышпаевтың есебі бойынша 1917 жылы Қазақстанда 2.910.000 қазақ өмір сүрген болса, Сирустың 1924 жылғы жүргізген санағы бойынша қазақтар саны 1.965.443-ке әрең жетіп жығылған. Табиғи өсімді есептемегеннің өзінде 1 миллион қазақ қайда? 1929-1933 жылдары 2 миллионға жуық адам қаза болып, тағы 2 миллиондай адам жан сауғалап, өскен ел туған жерден босып кетті. Одан кейінгі саяси репрессия қазақ қоғамының элитасын жаппай қырғынға ұшыратты. Қолдан жасалған қанды қырғында 103 мың адам сотталып, оның 25 мыңы ату жазасына кесілді. Профессор Швецов есеп-қисап бойынша тек 1921 жылғы ашаршылық салдарынан Қазақстанда болған кемудің өзі ғана 30%-дан кем емес екендігін айта кетеді. Мұны нақты деректерде мақұлдайды. Қазақстандағы 1921-1922 жылғы ашаршылыққа шындығына келсек, ауа райының құрғақшылығы емес, өздері үкіметті бір түнде басып алған соң, кешікпей-ақ азамат соғысы тұтанатынын, ал одан шаруашылық күйзеліп, халық аштан қырылуы мүмкін екенін біле тұра, қатерлі бағыттарынан қайтпай қойған большевиктер және олардың партиясының бір жақты саясаты кінәлі. Зобалаң жылдары Қазақстан аумағында 11 жазалау лагері құрылып, онда сотталғандар мен олардың отбасылары адам төзгісіз қиын жағдайда күн кешті. Қуғын сүргіннің зобалаңын қазақтар ғана емес, елімізге күшпен жер аударылып келген 1,5 миллион өзге этнос өкілдері де көрді. Қазақ халқының қамқорлығы мен кеңпейілділігінің арқасында олар аман қалды. Тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматы үшін оларды еске алу және есте сақтау қасиетті парыз. Әділеттіліктің салтанат құруы үшін біз Қазақстанда кең көлемді жұмыс жүргізіп келеміз. Тәуелсіздік жылдар аралығында 146,5 мың күнәсіз жазғырылған отандастарымыздың аттары жазылған 14 аза кітабы жарыққа шықты. Заңнамаға сәйкес 340 мыңнан астам заңсыз қуғын сүргінге ұшыраған азаматтар ақталды. Тоталитаризм құрбандары жерленген жерлерде ондаған ескерткіш белгілері орнатылған. Осының бәрі бізге өткеннің ауыр сабақтарын сараптай отырып, адамзаттың бүгінгі және болашақтағы тарихында осындай зұлматты болдырмауды міндеттейді. Төл тарихымыздың бетіндегі ақтаңдақтарды ақтарар болсақ, көптеген қанқұйлы істердің куәсі боламыз. Тарих өткеніңді білу арқылы болашағыңды бағдарлау. Тарих сабақ, тарих тағылым, тарих таразы. Кесапатты кесір саясат құрбандарын әрқашан еске алып отыру бүгінгі және кейінгі ұрпақтың әруақтар алдындағы басты борышы, перзенттік парызы.